Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар және әріптестер. Сіздердің назарларыңызға ұсынып отырған бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы энергия, энергияның түрленуі және сақталуы, пайдалы әсер коэффициенті. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаттары: механикалық энергияның екі түрін, кинетикалық және потенциалдық энергияларды ажырату, кинетикалық энергияның үшін mv квадрат бөлу 2 формуласын пайдалану, жер бетінің маңындағы потенциалдық энергия үшін mgh формуласын пайдалану, энергияның бір түрден екінші түрге өзгеруіне мысалдар келтіру және түсіндіру, механикалық энергияның сақталу заңын қолдану және соңғы мақсат көлбеу жазықтықтың пайдалы әсер коэффициентін тәжірибеде және есептер шығару барысында анықтау. Күтілетін нәтижелер: осы сабақты аяғында сіздер механикадағы энергияның екі түрін ажырата аласыздар, механикадағы энергияның сақталу заңын түсінесіздер, механикадағы энергияның сақталу заңын есептеп шығаруды пайдалана аласыздар және қарапайым механизмдердің пайдалы әсер коэффициентін анықтай аласыздар. Ең алдымен мен сіздердің естеріңізге сала кетейін деген, ол алдыңғы сабақтарда сіздер қарастырған және бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбымен тығыз байланысқан жұмыс ұғымы. Күш жұмысы деп F күшпен осы күштің әсер ету бағыты бойынша дененің L орын ауыстыруының көбейтісіне тең физикалық шаманы айтамыз. Күш жұмысын қарастырған кезде мынандай сұрақ туылуы мүмкін: жұмыс атқару үшін дене қандай күйде болу керек? Мысал айтайық, жер бетінде тыныштық күйде жатқан дене ешқандай жұмыс атқара алмайтындығы түсінікті. Ал керісінше қозғалыстағы, мысалы санақ денесімен салыстырғанда қозғалыста болатын дене жұмыс атқара алады екен. Мына мысалдарды қарастырайық. Үлкен жылдамдықпен ұшып келе жатқан оқ нысанаға тиген кезде нысананы қозғалта алады. Сол кезде оқ өзінің жылдамдығын азайтып жұмыс атқарады. Жер бетінен жуықтап алғанда секундына 8 километр жылдамдықпен жерден ұшып шыққан ғарыш кемесі ауырлық күшіне қарсы жұмыс атқарып орбитаға шығады. Шегені тақтайға қаққан кезде қозғалыстағы балға үйкеліс күшіне қарсы жұмыс атқарады. Көріп отырғандарыңыздай, мына жағдайдағы үш денелер жұмыс атқара алады. Осындай денелер жайлы, яғни жұмыс істей алатын қабілеті бар денелер жайлы, немесе денелер жүйесі жайлы, олардың энергиясы бар деп айтады. Олар энергияға ие деп айтады. Ал сол жұмыс атқару қабілеттілігін сипаттайтын физикалық шаманың өзін дененің энергиясы деп атайды. Біз қарастырған жаңағы жоғарыда үш дененің бір ортақ қасиеті, олар барлықтары қозғалыста еді. Сондықтан біз ол энергияның ол түрін, қозғалыспен байланысты түрін кинетикалық энергия деп атайық. Кинетикалық энергия дененің массасына және жылдамдығына тәуелді. Мұны түсіну үшін массасы бірдей, бірақ жылдамдықтары әртүрлі екі денені алып қарастырайық. Жылдамдығы жоғарырақ дене тоқтағанға дейін атқаратын жұмысы баяу қозғалатын денеден гөрі көбірек жұмыс атқарады. Яғни оның энергиясы жоғарырақ деп айтуға болады. Керісінше, егерде жылдамдықтары бірдей, ал массалары әртүрлі екі денені алып қарасақ, мысалы оқ және оқпанды алсақ, снарядты алсақ, онда оқпанның атқаратын қиратушы жұмысы оқтікіне қарағанда әлдеқайда жоғары болады. Яғни оның энергиясы жоғарырақ деп айтуға болады.
Сонымен біз кинетикалық энергия массаға және жылдамдыққа тәуелді екендігін түсіндік. Енді осы тәуелділікті анықтап көрейік. Яғни кинетикалық энергияның нақты формуласын шығарып көрейік. Ол үшін біз F күштің әсерінен қозғалатын дененің жылдамдығының өзгерісін қарастырайық. Дененің жылдамдығы артатын болса, онда сол күш жұмыс атқарды деген сөз. Жұмыстың кинетикалық энергиямен байланысы арқылы біз кинетикалық энергияның формуласын аламыз. Мына суретке назар аударыңыздар. Массасы М денеге F күш әсер етеді дейдік. Осы күштің әсерінен бірінші нүктедегі V1 жылдамдық, екінші нүктеде V2 мәніне жетеді. Бұл жерде F күш L арақашықтықта орын ауыстыруда жұмыс атқарды. Ол жұмыс күшпен орын ауыстырудың көбейтісіне тең, және осы жұмыс кинетикалық энергияның өзгерісіне тең екендігін дәлелдеуге болады. Яғни mv квадрат бөлу 2 деген шаманың айырмасына тең екендігін дәлелдеуге болады. Нақты дәлелдеу сіздерге жоғары сыныптарда беріледі. Мына mv квадрат бөлу 2 деп белгілеген шамамыздың өзі кинетикалық энергия деп аталады. Сонымен жоғарыда жасаған болжамымыз кинетикалық энергияның масса мен жылдамдыққа тәуелді болатындығы шығып тұр. Қозғалыстағы дененің кинетикалық энергиясының формуласы К әрпімен жазылады, mv квадрат бөлу 2 болады. Олай болса, күштің жұмысы кинетикалық энергияның өзгерісіне тең болып шықты. Бірліктердің халықаралық жүйесінде, Си жүйесінде кинетикалық энергияның бірлігі джоуль болып табылады. Жұмыстықымен бірдей. Жоғарыдағы қарастырған жағдайлардағы денелердің бәрі қозғалыста еді. Олай болса, бізде мынандай сұрақ туы мүмкін. Энергияға тек қозғалыстағы денелер ие бола алады ма? Әлде дененің басқа бір күйінде де ол жұмыс атқара ала ма деген сұрақ туы мүмкін. Бұл сұраққа тәжірибелер мынандай жауап береді. Энергия қозғалыстағы денеге ғана тән емес. Мысалы, мына суреттегі келтірілген мысалдарды қарастырсақ, биіктікке көтерілген шойын тоқпақ жерге құлаған кезде қазықты қағады. Сол кезде бұл тоқпақ топырақ пен қазықтың арасындағы үйкеліс күшіне қарсы жұмыс атқарады. Деформацияланған денеде жұмыс атқара алатындығы түсінікті. Егер де біз садақты тартатын болсақ, онда серпімділік күші жебеге әсер етіп, оны қозғалтады. Сығылған ауада жұмыс атқара алатындығы белгілі. Мысалы, мына ұрғыш балға сол сығылған ауа энергиясының есебінен жұмыс атқара алады. Осы үш-төрт жағдайдағы барлық денелердің энергиясы олардың қозғалысымен емес, олардың өзара орналасуымен, өзара әрекеттесумен байланысты екендігі түсінікті. Олай болатын болса, біз потенциалдық энергия деген ұғымды енгіземіз. Өзара әсерлесім денелердің немесе жеке дене бөліктерінің бір-біріне қатысты орналасуымен анықталатын энергияны біз потенциалдық энергия деп атаймыз. Мысал ретінде, жерден жоғары H биіктікке көтерілген әрі mg ауырлық күші әрекетінде болатын дененің потенциалдық энергиясын анықтап көрейік. Массасы m және mg ауырлық күшінің әсерінен жер бетінен H1 биіктіктегі бірінші нүктеден H2 биіктіктегі екінші нүктеге орын ауыстырсын дейік.
Бұл жерде жақшаны ашатын болсақ, біз mgh1 минус mgh2 формуласын аламыз. Бұл жерде де жұмыс mgh деген шаманың екі түрлі мәндерінің айырмасына тең екендігін көріп тұрмыз. Ауырлық күшінің жұмысы mgh шамасының айырымына тең екені көрініп тұр. Бұл физикалық шаманы арнайы белгілейді де ауырлық күші әрекет еткендегі дененің потенциалдық энергиясы деп атайды. Сонымен біз механикадағы энергияның екі түрін қарастырдық. Біріншісі ол кинетикалық энергия, формуласы mv квадрат бөлу 2, ал екіншісі потенциалдық энергия, ол мысалы ауырлық күші әсеріндегі формуласы mgh формуласы. Біз бұл екі энергияны жеке қарастырып отырмыз, бірақ көптеген жағдайларда денелер екі энергияға да бірдей қатар ие болуы мүмкін. Мысалы, h биіктікте жер бетінен v жылдамдықпен ұшып келе жатқан ұшақ потенциалдық энергияға, mgh энергияға, потенциалдық энергияға және mv квадрат бөлу 2 тең кинетикалық энергияға ие болады. Олай болса, дененің толық механикалық энергиясы жайлы айтқан жөн. Дененің механикалық энергиясы оның потенциалдық және кинетикалық энергияларының қосындысын атайды. E тең E потенциалдық плюс E кинетикалық. Толық энергияның, толық механикалық энергияның бір қасиеті бар. Сол туралы біз айтып кетейік. Біріншіден, механикалық энергия, кинетикалық энергия мен потенциалдық энергияның қосындысы тең болғандықтан және кинетикалық энергия дененің қозғалысына, ал потенциалдық энергия денелердің өзара орналасуы және өзара әрекеттесуіне байланысты болғандықтан дененің механикалық энергиясы, толық энергиясы дененің күйіне, яғни дененің жылдамдығына, оның орналасу қалпына және қоршаған денелермен өзара әрекеттесу күштерінің мәндеріне тәуелді болып тұр. Кез келген күштің жұмысы дененің әрі кинетикалық, әрі потенциалдық энергияларының өзгерісін сипаттайтын біз қарастырдық. Олай болатын болса, механикалық энергия өзгерісінің өлшемі күш жұмысы болып табылады. А тең E2 минус E1. Дененің еркін түсуіндегі механикалық энергияның түрленуін қарастырайық. Егер де біз денені, мысалы тасты алып жоғары қарай лақтыратын болсақ, жерден алыстаған сайын оның кинетикалық энергиясы кемиді, ал потенциалдық энергиясы артады. Керісінше, төмен қарай қозғалған кезде, жерге жақындаған кезде дененің потенциалдық энергиясы кемиді де, кинетикалық энергиясы артып отырады. Бірақ кинетикалық энергия мен потенциалдық энергияның қосындысы өзгермейді екен. Соны біз мына мысалда қарастырайық. Массасы м дене h1 деңгейде орналасты дейік. Ол жерде оның жылдамдығы v1 болсын. Ауырлық күшінің әсерінен бұл дене h2 биіктікке орын ауыстырды дейік. Ол жердегі дененің жылдамдығы v2 әрине жоғары болады. Ауырлық күшінің жұмысын біз кинетикалық энергия арқылы өрнектеуімізге болады, немесе потенциалдық энергия арқылы өрнектеуімізге болады. Егер біз ол жұмысты потенциалдық энергия арқылы өрнектесек, ол потенциалдық энергияның кемуіне тең болады. Яғни E потенциалдық 1 минус E потенциалдық 2. Ал егер де біз тура сол жұмысты кинетикалық энергия арқылы өрнектесек, бұл жерде жұмыс кинетикалық энергияның өзгеруіне тең болады. E кинетикалық 2 минус E кинетикалық 1. Теңдіктердің оң жақ бөліктерін теңестіруге болады
және бірінші күйдің шамаларын теңдіктің бір жағына жинап, екінші күйдің шамаларын екінші жағына жинасақ, біз кинетикалық және потенциалдық энергиялардың қосындысы әр мезетте өзгермейтіндігін көріп тұрмыз. Біз бұл екі нүктені кездейсоқ алғандықтан, біз потенциалдық энергия мен кинетикалық энергияның қосындысын, яғни механикалық энергияны әрдайым тұрақты болады деген қорытындыға келеміз. Яғни дененің механикалық энергиясы оның еркін түсуінде сақталады. Егер денелер жүйесінде ауырлық күшінен өзгеше, айтайық серпінді немесе электр күштер әсер ететін болса, онда дәп осындай нәтижелерге келетініміз тәжірибелер мен теория көрсетеді. Консервативті деп аталатын осы күштер денелер жүйесінде әсер ететін болса, жүйенің толық механикалық энергиясы өзгермейді. Біздің алған нәтижелерімізді қорытындылай келе, біз табиғаттың бір жалпы заңдарының бірі механикадағы энергияның сақталу заңын былайша тұжырымдаймыз. Егер денелер жүйесінде консервативті күштер ғана әрекет етсе, ал сыртқы күштердің әрекеті еленбесе, онда жүйенің толық механикалық энергиясы сақталады. Біз бұл заңды қарапайым жағдай, түзу сызықты қозғалыс үшін қарастырдық. Бірақ механикадағы энергияның сақталу заңы кез келген қозғалысқа, түзу сызықты болсын, қисық сызықты болсын, барлық жағдайда орындалады, егерде жүйеде консервативті күштер әсер етсе. Егерде жүйеде консервативті күштер емес, басқа күштер әсер етсе, айтайық, үйкеліс күші бар болса, онда бұл заң орындалмайды. Мысал ретінде біз мамықтың немесе қауырсынның құлауын қарастырайық. Тәжірибеде бұл қозғалыс бір қалыпты, яғни жылдамдық өзгермейтіндігін байқауға болады. Яғни кинетикалық энергия тұрақты болып қалады. Ал потенциалдық энергия қауырсын төмен түскен сайын кеміп отырады. Көріп отырмыз, толық энергия сақталу заңы орындалмайды. Энергияның сақталу заңы механикада өте кең қолданады. Мысал техникада бұл заңды механизмдердің қозғалуын есептеу үшін, астрономияда ғарыш денелерін, мысал планеталардың қозғалысын есептеуге, ал космонавтикада ғарыш кемелерінің, жасанды серіктердің қозғалысын есептеуге пайдаланылады. Біз қазір осы заңды есеп шығаруды пайдаланып көрейік. Дене жер бетінен тік жоғары қарай 30 метр секунд бастапқы жылдамдықпен лақтырылды. Ол қандай биіктікте дейін көтеріледі? Берілгендерді жазатын болсақ, бұл жерде еркін түсуі бізге қажет болады. Оның мәнін 9,8 метр секунд квадрат деп жазайық. Табу керек бізде H максималды немесе дененің шырқау биіктігін табу керек. Шығару жолы. Дененің жер бетіндегі потенциалдық энергиясы нөлге тең болғандықтан, оның бастапқы механикалық энергиясы E1 тек кинетикалық энергиядан тұрады. mv0 квадрат бөлу 2. Траекторияның жоғары нүктесінде дененің кинетикалық энергиясы нөлге тең келеді, себебі жылдамдық нөлге айналады. Ондағы механикалық энергия тек потенциалдық энергиядан тұрады, яғни E2 mgh максималды. Денеге ауырлық күші әсер еткенде, оның механикалық энергиясы сақталатындықтан біз E1-ді E2-ге теңестіреміз де, массаларды қысқартып, H максималдыны аламыз. 46 метр болады екен бұл есептегі H максималды. Энергияның сақталу заңын біз қарапайым механизмдер ішінде пайдалана аламыз. Адамзат үлкен ауырлықтарды
қозғалту үшін немесе көтеру үшін әртүрлі аспаптарды ойлап шығарды. Оларды қарапайым механизмдер дейді. Оларға иінді, рычаг, жылжымалы және жылжымайтын блок, көлбеу жазықтық, бұранда жатқызуға болады. Тағы да басқа құралдарды жатқызуға болады. Біз энергияның сақталу заңын осы механизмдердің бірі көлбеу жазықтыққа пайдаланайық. Көлбеу жазықтықтың үстінде массасы m дене, биіктігі h, ұзындығы l, көлбеу жазықтықтың бойымен бір қалыпты көтеріп шығаруға қажетті тарту күшін табу керек болып тұр. Үйкелісті елемейік. Бұл жерде тарту күшінің атқаратын жұмысы FL. Үйкеліс болмағандықтан және дене бір қалыпты қозғалғандықтан тарту күшінің жұмысы дененің потенциалдық энергиясын арттыруға ғана кетеді. Яғни жұмыс mgh-қа тең деп жазуымызға болады. Теңдіктердің оң жағын теңестірсек және пропорция түрінде жазатын болсақ, біз мынандай қорытындыға келеміз. Тарту күші денеге әсер ететін ауырлық күшінен неше есе кем болса, сонша есе көлбеу жазықтықтың биіктігі оның ұзындығынан кем болады. Енді қарапайым механизмдердің пайдалы әсер коэффициенті жайлы. Қарапайым механизмдердің тиімділігін сипаттайтын шама ол пайдалы әсер коэффициенті. Оны біз пайдалы жұмыстың атқарылған жұмысқа қатынасы арқылы табамыз. Атқарылған немесе толық жұмыс деп біз механизмнің өзін қозғалысқа келтіру үшін өндірілген жұмысты атаймыз. Кез келген механизмге үйкеліс күші әсер еткендіктен, механизмге берілген энергияның бір бөлігі міндетті түрде шығындалады. Энергияның бұл бөлігі ішкі энергия деп аталатын энергияның тағы бір түріне айналады. Яғни дене қызады. Олай болса, кез келген қарапайым механизмнің пайдалы әсер коэффициенті бірден кіші болады. Энергияның сақталу заңын біз қазір көлбеу жазықтықтың пәгін есептеуде пайдаланып көрейік. Мысалы, бізге берілген көлбеу жазықтықтың ұзындығы 0,6 метр болсын, биіктігі 20 сантиметр. Осы көлбеу жазықтықтың бойымен массасы 400 грамм жүкке 2,5 ньютон күшпен әсер етіп, оны жылжытады. Көлбеу жазықтықтың пайдалы әсер коэффициентін және осы есепте үйкеліс күшін анықтау керек. Берілгендерді С жүйесіне ауыстыратын болсақ, H биіктігіміз 0,2 метр болады, ал массамыз 0,4 килограммға айналады. Пайдалы әсер коэффициентінің анықтамасы бойынша ол А пайдалы А толықтың қатынасына тең. Бұл есепте пайдалы жұмыс ретінде біз ауырлық күшіне қарсы атқарылатын М массаны H биіктікке көтеруге кеткен жұмысты аламыз, mgh, ал толық жұмыс ретінде тарту күші мен орын ауыстырудың көбейіндісін аламыз. Сан мәндерін қоятын болсақ, біз пайдалы әсер коэффициенті 53%-ға тең екендігін көріп тұрмыз. Ал үйкеліс күшін табу керек болса, біз толық жұмыс, тарту күшінің жұмысы тек пайдалы mgh жұмысқа ғана емес, сонымен бірге үйкеліс күшінің жеңуге кететін жұмыстың қосындысына тең екендігін көріп тұрмыз. Бұл теңдеуден F үйкелісті табуға болады және сан мәндерін қоятын болсақ, онда біз F үйкеліс бұл есепте 1,12 ньютон екендігін көріп тұрмыз. Тәжірибе жүзінде пайдалы әсер коэффициентін, қарапайым механизм пайдалы әсер коэффициентін табудың
жолын оқушылар дайындаған мына қысқаша видеожазбадан көре аласыз. Көлбеу жазықтықтың пайдалы әсер коэффициентін өлшеу үшін мына қондырғыны пайдаланамыз. Бұл қондырғыда көлбеулік бұрышын 30 градус деп алайық. Ендігі кезекте көлбеу жазықтықтың пайдалы әсер коэффициентін табу үшін біз ең алдымен берілген дене, ол ағаш бөлеушенің массасын тауып алуымыз керек. Яғни массасы жуықтап алғанда 98 граммды құрайды. Осыдан кейін динамометрді денеге жалғау арқылы оны көлбеу жазықтықтың бойымен бір қалыпты жылжытамыз. Яғни жүрілген жол 30 сантиметр, ал тарту күші бізде динамометр бойынша 0,175 ньютонды құрайды. Бізде көлбеулік бұрышы 30 градус болғандықтан H биіктік жүрілген жолдың жартысына тең. Енді көлбеу жазықтықтың пайдалы әсер коэффициентін табатын болсақ, ол пайдалы жұмыстың толық жұмысқа қатынасына тең. Ал пайдалы жұмыс болса, массасы m денені H биіктікке ауырлық күшіне қарсы көтерген кезде атқарылатын жұмысқа тең. Ал толық жұмыс болатын болса, F тарту күшінің орын ауыстыруға көбейтіндісіне тең. Енді берілген мәліметтерді қолдана отырып есептеулер жүргізетін болсақ, бізде 0,64 шығады. Оны пайызға айландыратын болсақ, бұл 64 пайыз болады. Сабақты қорытындылай келетін болсақ, біз бүгін механикадағы екі энергия түрін қарастырдық. Потенциалдық және кинетикалық. Олардың формуласын таптық. Толық механикалық энергия ұғымын енгіздік және механикалық энергияның кейбір жағдайларда, яғни консервативті күштер әсер еткенде сақталатынын көрдік. Және біз қарапайым механизмнің пайдалы әсер коэффициентін тәжірибелік жолмен және теориялық жолмен табудың әдістерін көрдік. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.